25 жұлдызды күн акциясы аясында Ұлттық банктың Солтүстік Қазақстан филиалында салтанатты жиын өтті. 25 жұлдызды күннің 8-ші күні төл теңгемізге арналған. Алдымен жиналғандар үшін арнайы көрме ұйымдастырылды. Ол жерде Қазақстан жеріндегі орта ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейінгі қолданыстағы ақшалар қойылған. Кейін ұлттық валютамыздың тарихы жайында фильм көрсетілді. Салтанатты жиынға банк саласының ардагерлері, екінші деңгейлі банк қызметкерлері, студенттер мен мектеп оқушылары жиналған. Аталмыш жиынға облыс басшысы Ерік Сұлтанов та қатысты. Прошедшая четверть века. Тәуелсіздігімізді алғаннан бері еліміз талай белестерді бағындырған. Соның ішінде еліміз тек қана саясат жағынан ғана емес, қаржы саласы жағынан да белсенді дамыды. Ұлттық валютамыздың айналымға енуі Қазақстан тарихындағы айрықша оқиғалардың бірі. Елдің экономикалық тәуелсіздігін көрсететін басты белгілердің бірі төл теңгеміз. Қаржы саласының ардагерлері арқасында теңгемізді айналымға енгізіп қана қоймай, сол кездегі қиын жағдайлардан сүрінбей өттік. Олар әрине қаржы саласының мамандарының арқасында. Екінші деңгейлі банк саласының ардагерлеріне облыс әкімі Ерік Сұлтанов құрмет грамоталарын табыстады. Ұзақ жылғы адал еңбектері үшін бірқатар сала мамандары алғыс хаттарға ие болды. Барлықтарыңыз Қазақстан үшін жемісті аянбай еңбек еттіңіздер. Елімізде тыныштық болсын, жастарға да тілейтінім осы. Барлығымыз елдің одан әрі дамуы үшін еңбек етейік. Солтүстік Қазақстан ұлттық банк филиалының директоры Жомарт Қажырахимов өңірлік банк саласының жетістіктері жайында айтты. Нұрсұлтан Назарбаев обозначил. Президентіміз сөздерінің бірінде мемлекеттің дамуындағы басты қағида экономика кейінгісі саясат деп бас айтты. Қазақстан 2030 бағдарламасы аясында еліміздің 50 дамыған мемлекеттер қатарына енді. Төл валютамыз дамудың жаңа деңгейіне жол ашып, жаңа нарықтық экономиканың құрылымдарын қалыптастыруды қамтамасыз ете алды. Ұлттық банк қызметкерлері арқасында төл теңгеміз еліміздің қаржылық тәуелсіздігінің символына айналды. Ұлттық валютаның айналымға енуі Қазақстан экономикасының өсуіне айтарлықтай септігін тигізетіндігі анық. Оның тәуелсіздігіміздің нығайтудағы басты қадам болғандығы туралы жиын барысында айтылды.